Danışpan bala. Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шағын үйде ата мен әже өмір сүріпті. Бірде шал кемпіріне былай дейді. Кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Жарайды, шал. Кемпір қамыр илейді. Содан соң оны майға қуырады. Қызарып пісті. Піскен бауырсақты терезе алдына суытып қояды. Кенет бауырсақ көзін ашады. Ол айналаны қызықтап қарап, кішкентай қолдары мен аяқтарын қозғалтады. Өзі сондай сүйкімді. Бауырсақ кішкентай қолдарын көтеріп, айналаға қарап, бәрін танып көргісі келеді. Шөптердің арасында домалап, күннің сәулесімен ойнайды, бәрі жаңа әрі қызық көрінеді. Сөйтіп кемпір мен шалдан қашып кетеді. Бауырсақ жолмен домалап келе жатқанда кенеттен қоян шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жеме, қоян, мен саған өлең айтып берейін. Мен кішкентай домалақ, алтын түсті бауырсақ, қызарып пістім қазанда, қытырлақпын, тәттімін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, секірсең де жетпейсің, мен жылдамын, білесің. Домалаймын, врум, ұстай алмайсың, бум, енді сенен де қашып кетемін. Бауырсақ әндетіп домалай жөнелді. Қоян аң-таң болып жолда қалды. Ойламаған жерден алдынан қасқыр шыға келеді. Вау, қандай әдемі бауырсақсың. Бауырсақ, мен сені жеймін. Деп атылғаны сол еді. Бауырсақ оған. Мені жемеші, қасқыр, мен саған ән айтып беремін. Мен кішкентай домалақ, алтын түсті бауырсақ, қызарып пістім қазанда, қытырлақпын, тәттімін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де тез қашам. Бауырсақ әндетіп домалап кете барды. Қасқыр аң-таң болып қала берді. Енді аюды кесіктіреді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, аю, мен саған ән айтып берейін. Мен кішкентай домалақ, алтын түсті бауырсақ, қызарып пістім қазанда, қытырлақпын, тәттімін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Енді сенен де қашып кетем. Деп әндетіп домалап кете барды. Аю аң-таң болып артында қала берді. Аюдан да құтылып, еш алаңсыз келе жатқан бауырсақ енді бір қу түлкіні кесіктіреді. Сәлем бауырсақ, өзің қызарып әдемі болып кетіпсің. Рахмет түлкі, менің әнімді естідің бе? Жоқ, естімедім, айтып берші. Мен кішкентай домалақ, алтын түсті бауырсақ, қызарып пістім қазанда, қытырлақпын, тәттімін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аюдан да қаштым. Енді түлкі сенен де оңай қашып кетем. Әнің жақсы екен, бірақ құлағым жақсы естімейтін еді. Тұмсығыма шығып айтшы. Мақтау сөзге елпілдеп кеткен бауырсақ ойланбастан түлкінің тұмсығына мініп әндете жөнеледі. Мен кішкентай домалақ, алтын түсті бауырсақ, қызарып Дәмді сынай. Сөйтіп қу түлкі бауырсақты жеп қойды. Мақтаншақ бауырсақ ән салғанын қояды. Бұл ертегі бізге ақылды болуды, әркімге сене бермеуді және мақтаншақ болмауды үйретеді. Сендерге ертегі ұнады ма? Тағы да қызықты ертегілер тыңдағың келсе, біздің арнамызға жазылып, бізбен бірге бол.